taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Кәдімгі дейін тігіп қалады екенсің. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға әдеттегідей қош келдіңдер. Өткен видеода біз жігіттер ұлдардың қыздармен танысқан кезінде жіберетін қателіктерін қарастырған болатынбыз. Егер де сен әлі ол видеоны көрмесең, онда ссылка мына жерден немесе мына жерден шығатын болады. И сол видеоның астына комментарийге екі адам, Бауыржан мен Мирас Батыр, былай деп жазған екен. Екеуінде комментарийін оқитын болсақ, бұл екі сұрақтың де бір мағынасы бір екенін түсінуге болады. Ол қалайша қыздармен ұзақ отношения сақтап тұруға болатынын сұрап жатыр. И бұл сұраққа мен жауабымды екі бөлікке бөліп жауап бергім келеді. Ол біріншісі, не себепті олай болады? Не себепті қыздар саған деген интересін жоғалтып алады? Өйткені проблеманы шешу үшін оның біріншісі себебін білу керек қой. Ал екіншісі, ол не істеу керек, чтобы сен осын проблеманы шешіп тастау үшін. Яғни не істеу керек, чтобы қыз саған деген интересін жоғалтпас үшін не істеу керектігін айтатын боламын. Мен ойлаймын, сен негізі себебін өзін-ақ прекрасно біліп тұрсың ғой. Себебі қыз сенен жалығып кетті, досым. Ал неге сенен жалығып кетеді? Өйткені ол сені оқып тастады, ойнап тастады. Сен мысалға бір ойнаған ойынды екінші рет ойнаған келмейді ғой, дұрыс па? Дұрыс. Ал қандай ойындардан адамдар жалықпайды? Который шегі жоқ ойындардан. Дұрыс. Мысалға, адамдар наркоман сияқты Dota 2, CSGO сияқты ойындарды жылдар бойы ойнай береді. Неге? Өйткені ол ойындардың шегі бітпейді, олар еш уақытта таусылмайды. Ал сонда сен қай уақытта шектелесің? Сен, досым, шектелесің екі жағдайда. А. Когда сен қызды өзінің фокусының центріне қойған кезде, және де Б. Сен өзінің өсуінді, дамуынды тоқтатқан кезде, осы уақыттарда шектелесің. Қара, когда қыз сені таңдаған кезде, ол ең біріншіден ол сенің өмір сүру стиліне қызықты. Себебі оған сенің өмірін, сенің мақсаттарын, мына істейіп жатқан іс-әрекетін өте қызықты болып көрінді. Ал когда сен аласына өзінің фокусынды қызға қойып тастаған кезде, сенің өмірін, досым, оның өмірінен түк айырмашылығы жоқ болып қалады. Сенің де, оның де өмірі бірдей болып кетеді. Оның өмірі и так скучный еді, и сен де алып оны қайтадан сол скучный ямаға қайтадан алып келгендей болдың. Соответственно, қыз ұзаққа шыдай алмай сені тастап кетеді. Ондай болмас үшін всегда фокусты өзінің мақсаттарына қою керек. Егер де қыз үшін күнделікті ресторан мен киноға бару оған күнделікті жалғып кететін іс нәрсе болса, сенімен бірге тренажерный залға бару точно оның комфорт зонасына жатқан нәрсе емес. Ал неғұрлым оған нәрсе новый болса, соғұрлым оған қызықты болады. Сенімен бірге. Үзіліс жариялаймын. Нөмір екінші, ол сен әрдайым өсіп тұру керексің. Әрдайым өзінің жана қырларында ашып тұру керексің. Әрдайым өзің істемеген нәрселерді істеп тұру керексің. Олардың жіберетін қателігі мынада. Олар отношения басында айтып алады. Ой, мен мынандаймын, мен анандаймын, мен
әрбір жыл сайын жаңа мемлекеттерге барып тұрам деп айтып алады да, айтқан сөздеріне сәйкес келмей қалады. Айттым ба басқа елдерге барып тұрам деп, апар оны да. Егер де қыз кино мен рестораннан жалықса, пейнтболға апар. Қолына мылтық алсын да ұлдармен атысып көрсін. Бардаумен парашютпен секіруге бар. Қай жынды вообще өзі қызды свиданияға парашютпен секіруге апарады? Дұрыс, ешкім. Осының арқасында сен совершенно новый эмоциональный спектрді разблокировать етесің одан. Ол саған зависимый болып қалады. Кете алмайды сенен, понимаешь? Кеткеннің өзінде де басқа жігіттерден дәл сондай эмоцияларды ала алмайтын болады. Қысқасы, дамуынды тоқтатпаңдар жігіттер. Ешқашан дамуы бітпейтін, жанара беретін кітапты оқып біту мүмкін емес. Секрет осыда. Егер де саған видео ұнаса, лайк қойып, каналға подписонти жасап, өзімнің мықты еркек болам деген сенімінді еш уақытта жоғалтпа досым. Көріскенше.